Баршаңызға сәлем. Мен қазір сіздерге мынандай мына кофтаны қалай пішуін көрсетемін. Мұқият соңына шейін қарап, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Туған-туыс бауырларыңызға да жіберсеңіздер болады. Ол үшін мен мынандай қағазымды алдым. Қағазымды алып, біз бұлай бүктеп аламыз. Қазір осы жерде мен алдын саламын. Бірінші біз мойнын саламыз. Мойын салмай тұрып, жоғар жақтан біз осылай 10 сантиметрге, 10 сантиметр қалдырамыз. Бұл бізде жағасы қалып отыр. Мынандай артында шалибаратник сияқты жағасы болады. Сол үшін қалдырып отырмын. Енді осы сызған сызықтан мойнын саламыз, ошыны бөліп саламыз сіздерге көрсеткендей. Бұның бәрі менің YouTube каналымда түп нұсқасын қалай салу керек, сол бар. 6-8 сантиметр болады, барлық адамға солай түсіреміз, барлық размерге. Одан кейін біз иықты саламыз, мына жерден 4 түсіреміз, мына жер шыпы. Иығыңыздың өзіңіздің өлшенген жерінен аласыздар. Мына жағы бізде 18 сантиметр алуымыз керек. Сөйтіп, бұны сызып аламыз. Сызып алдық. Одан кейін мынау иықтан төмен қарай біз түсіріп аламыз. Міне сыздық. Мына жерден 3 сантиметр алып, осы жерден біз бұлай қосамыз. Мына жерде оғы дейді, көкірек айналасы. Көкіректеріңіз бар, 3 қосып, 2-ге бөліп саласыз. Ол мына жерге келді. Енді біз мына жерден жерге шейін ұзындығын алып аламыз. Кеудесінің ұзындығы бұл. ДПС деп атайды бұны, длина перед, длина спинка деген сөз. Мына енді бізде оты болды, бөліп саласыз. Ол осы жерге келеді, плюс 3-ті қосасыз. Міне, енді мына жерден 18 сантиметр саламыз, бөксені табу үшін. Міне мінерге шейін. Бұл бізде уже окруж бедер, бөксеміз. Бөксені жай бөліп саласыз. Ол где-то міне жерге келді дейік. Енді сіз осыны бұлай қосасыз. Міне қосып алдық. Мына жерден 1 сантиметр запас сіздерге жетеді. Одан көп қажет емес. Міне осылай біз мына ненің түп нұсқасын сызып алдық. Енді мына ашықтығы, ол өзіңізге байланысты 18-17 сантиметр аласыз. Бұл жердің ашықтығын мен әзір 20 сантиметр алып тұрмын. Енді біз осы мына неден сызған жерден жоғар қарай шығарамыз. Бұл жерде бізде 10 ала беріңіздер, өйткені мына жерден 90 градус қып аласыздар. Мінекей осыны енді біз бұяқа қосамыз. Мына қайтарылуы 7 сантиметр жетеді. Міне осылай алып аламыз. Алып, бұны қазір қырқамын. Мына біздің желке жағымыздағы жағамыз. Мені қырқып алдым.
Қазір мен сізге ашып көрсетемін. Міне қырыққан кезде міне осылай тұрады. Мен енді мына жерден мына жағасынан былай сызып, мына жанына шейін қырықтым. Мінекей мынандай 3 рет үстіп қырқып аламыз. Өйткені осы жақта 3 складкасы бар. Міне осы 3 складканы қырқып көрсетемін. Тура осылай қырқып аламыз бұны. Мінекей қыздар, осылай көбірек 5-6 сантиметрден сборка өздеріңізге қалай ұнайды, солай қырқып аласыздар. Міне қырқып алғаннан кейін біз осы жерден мынандай складка істейміз. Матаға сағанда осылай салып, міне, и қырқып аласыз. Міне осылай қырқып аласыздар. Содан кейін бұның бәрі, мынаның арақашықтығы 5 немесе 10 енді көп болады, 5-6 сантиметр қып алыңыздар. Арақашықтарын бірдей қып. Мынау жағасынікі. Жаға сол 7 сантиметр болса жетеді бұлай. Несі кеңдігі. Міне тура осылай қырқып аласыздар, лекалға дайындап. Содан кейін енді біз келесі бетін, жаңа мына шетін алғанбыз, енді мына бетін аламыз. Бұны да тура солай қырқып аласыздар, мына жақты. Міне қырқып алдым. Енді бізге міне апарудың қажеті жоқ. Біз бұны тіке қырқып аламыз. Міне. 1, 2, 3. Міне қырыққанда осылай болды. Енді біз бұның араларын үстіп ашып, бұл жақта көп ашпайсыздар. Мінекей бұл жағын көп ашпаймыз. Бұл жерде тек мынандай 3 складка болады. Бұны сол 3 сантиметрден алсаңыздар да жетеді. Или 3-4 сантиметр алыңыздар. Міне мен алып, бұлай міне жерін кілегеп қойдым. Міне тура осылай лекал дайындап аласыз. Екі жағына 2 түрлі. Одан кейін бір-бірін қоссаңыздар, өте әдемі киім шығады. Мінекей, мына шетін сборкалап дайындап боласыздар. Одан кейін мынағында солай сборкалап дайындап болып, мына 2 боковойын туралап қоясыздар. Енді мына мата болғаннан кейін өзі әдемі ашылып тұрады. Мына кофтаңыздың ұзындығын өзіңізге байланысты аласыздар. Сонда тура осылай киім шығатын болады. Мінекей, мынандай көргендеріңіздей өте әдемі сәнді кофта шығады. Бұл кішілей қиын емес, основасы да. Тек мынау моделирование дегеніміз осы кесіп салып, мына сборкаларды ашып салу деген сөз. Мынағыда кесілген, мін көрініп тұр. Тек кейін қойған кезде осы жерлердің бәрін түгендеп қойып, примерге көрсеңіздер, керемет сәнді кофта. Мына жағасына осы жерден подборд қойсаңыздар болады. Подбордты мынаның өзі, міне, осыдан астарлап салуға да болады. Астарлап салуларыңыз келмесе, онда осының өзін қайтарып саласыз. Сонда жіңішкелеу болып әдемі тұратын болады бізде.